Құрметті Көкші ауылының тұрғындары, сіздерге бүгінгі тыңдау қатысушылар, өзімді таныстырып өтсем, Саржал ауылдық, Райымбек ауданы Саржал ауылдық округінің әкімі Жетпісбаев Сайлаубек Салтақұлының өздеріңіз білесіздер. Сіздерге енді Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес толағай 2050 және Нұрлы жол 7 жеке шаруа серіктестігі Алматы облысы Райымбек ауданының суару жерлер реконструкция объектісі бойынша құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде пайдаланылатын және кеген арқылы республикалық маңызы бар автокөлік жолын реконструкциялау мақсатында пайдаланылатын Алматы облысы Райымбек ауданында орналасқан көмірші 3 учаскесіндегі КТП өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша ашық жиналыс түрде қоғамдық тыңдау өткізіледі. Қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органдар, мүдделі қоғамдық ұйымдардың, жергілікті тұрғындардың қатысуымен өткізіледі. Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулардың өткізу қағидалардың 22-ші тармағына сәйкес залда аудио жазба, бейне жазба жүргізіледі. Қоғам тыңдаушылары қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде нақты тұжырымдалған және ескертулер мен ұсыныстардың мәні көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулардың мәні ашық, қатысы жоқ. Тыңдаулардың барлық қатысушылардың жай көпшілік дауысымен дауыс беру нәтижесінде бойынша мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылық ескертулер мен ұсыныстарды ескерілмейді. Енді мына қоғамдық тыңдау өздеріңізге белгілі, қазіргі кеген Нарқол 74 километр жол, соның жөндеу бойынша жаңағы айтып жатырмыз ғой, толағай 7, толағай 2050, Нұрлы жол 7. Сол компаниялардың қазіргі кезде мына тас алу мақсатында бізде карьер жоқ қой енді. Сол мына бізде 2 жыл бұрын өткіздік, толағаймен өткізген жол бізде. Сонда өздеріңіз рұқсат бергенсіздер. Енді бүгінде сіздердің алдыларыңызға келіп, қазір 74 километр кеген республикалық маңызы бар жолдың қазір ұтып алған Нұрлы жол 7 компаниясы қатысып отыр. Сол кісілер енді сіздерде мына тексеріп келгенде көмірші 3 учаскесіндегі тас соған ғана жарайтын болып тұр. Сапалы түрде маңызды жолға жарайтын. Бізге сапалы жол керек, асфальт құю керек, асфальт жасап, өздеріңіз білесіздер, 30 жылдан асып кетті, жолдың сыртын көріп жатсыздар. Сол жайында бүгінгі кездесуімізді қоғамдық кеңесі тыңдауымызды өткізеді. Соны әрқайсыңыз өздеріңіз енді пікірлеріңізді, ойларыңызда жүрген нәрселеріңізді айтсаңыздар. Аға, мен баяндамам бар еді, соны оқып жүрсем. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Қоғамдық тыңдауды бастамас бұрын ең алдымен қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлауымыз керекпіз. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Жетпісбаев Сайлаубек Салтақұлы, ал хатшыға Тұрсынбайұлы Ғалымжан ұсынамын. Қарсы емессіздер ме? Қоғамдық тыңдау қазақ тілінде өтуіне қарсы емессіздер ме? Қоғамдық тыңдаудың регламентімен таныстыра кетейін. Қоғамдық тыңдаудың қатысушыларын тіркеу 10 минут, қоғамдық тыңдаудың баяндаманы оқу 10 минут, баяндаманы талқылау 10 минут, ұсыныстар мен ескертпелер 10 минут, және де қоғамдық тыңдауды аяқтау 5 минут болып табылады. Менің есімім Қалибек Мағжан Саматайұлы, мен жобалаушы Жетісу жер қойнау деген жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен жетекші геолог маман ретінде жұмыс атқарамын. Бұл жобаны тапсырыс беруші толағай 2050 мен жаңа айтып кеткендей, және де Нұрлы жол 7. Бұл көмірші 3 осы кен орнының
пайдалы қазбасының 60% жаңағы суару жүйесін жасағанға кететін болса, Толағай 2050 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, ал қалған 40% жаңағы жол жасағанға кетеді. Кеген Нарынқолдың республикалық маңызы бар жолдың жаңағы орташа жөндеу жұмыстары дейді, средний ремонт дейді, соған кетеді. Бұл жерде участоктың жаңағы тау-кен геологиялық жағдайымен таныстыра кетейін. Осы көміршіріш учаскесі оңтүстік шығысқа қарай 2,2 километр жерде орналасқан Көмірші ауылы, ең жақын орналасқан. Экологиялық заңнамаға сәйкес осы ауылда, осы елді мекенде қоғамдық тыңдауды сол үшін өткізіп отыр. Кен орнының жалпы ауданы 398 гектар болып табылады. Учаскелерді игеру мерзімі 2025-2026 осы 2 жылда өндіру жұмыстары жүзеге асырылады. Өндіру жұмыстарын бастамас бұрын топырақтың бетіндегі өсімдік қабаты болады. Соны бульдозермен итеріп, жаңа қазылатын жердің жан-жағын борттар қоршап тастайды. Ол өндіру жұмыстары кезінде жаңағы техника, жан-жануар құлап кетпес үшін солай жасап қояды. Кейін оны рекультивациялау жұмыстарына қолданатын болады. Осы топырақтың өсімдік қабаты қалыңдығы, орташа қалыңдығы 20 сантиметрді құрайды, және де ол 8000 метр куб көлемінде. Кейін өндіру жұмыстары біткеннен кейін оны қайтадан сол жерге жайып рекультивациялау жұмыстары, қалпына келтіру жұмыстарына қолданылатын болады. Бұл жерде тағы да одан кейін жүргізілетін жұмыстар келесі кезеңдерден тұрады. Жаңағы көкжиектерге, бульдозерлерге кірме жолдарды төсеу, өнімді топырақты экскаватормен қазу, автокөлікке тиеу және материалдарды пайдалану учаскесіне немесе қойма орнына тасымалдау. Бұрғылауға арналған дайындау. Бұл жерде яғни тас болғандықтан бұрғылау жару жұмыстары жүргізіледі. Буразырные работы. Бұрғылау жару жұмыстары және де жарылған тау массасын экскаватормен және фронтальды тиегішпен қазу және тиеу. Осы жұмыстарда жүргізген кезде атмосфераға әсер ететін екі фактор бар. Ол бірінші жаңағы жару кезінде және қазу кезінде шаңдату жұмыстары, екіншісі қатты тұрмыстық қалдықтар болып табылады. Шаңдату жұмыстарын КамАЗ автокөлігі негізінде су бүркіп, жаңағы шаңды басып отырады. Ал қатты тұрмыстық қалдықтарға келетін болсақ, оларды үлкен ауыз жабылатын контейнерға салып, шашпай жинап, кейін оны жаңағы қоқыс шығаратын мекемелермен келісімшартқа отырып шығаратын болады. Осы өндіру жұмыстары болғаннан кейін, біткеннен кейін Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану және жер қойнауы кодексіне сәйкес жер қойнауын пайдаланушы 8 айдың ішінде осы жерді қайтадан қалпына келтіріп кету керек. Ол дегеніміз жаңағы рекультивациялау, қайта қалпына келтіру жұмыстары. Ол жерде жаңағы топырақты қазған кезде борттар болады ғой. Соны 10 градусқа дейін тегістеп, ол топырақ болатын болса. Және де жаңағы басында айтқан топырақтың өсімдік қабаты барып, соны қайтадан сол жерге жайып, ол жерге қайтадан өсімдік өсетін қылдырып жасап кетеді. Ал ол жерге өсімдік шықпаса, жоба бойынша ол жерге өсімдік егеді, ол житняк деген өсімдік. Оған тағы да айта кетеміз, ол басқа жоба. Мен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Енді бұл жерде ашық түрде өз нелеріңізді айтсаңыздар, ойларыңызды айтсаңыздар, міне екі представитель отыр, Толағай мен жаңағы Нұрлы жол, соларға қандай әңгіме айтасыздар, не айта аласыздар? Өздеріңізді бірінші таныстырып. Ал енді мына жерде таныстырғанда қоғамдық мүшесінің бас төрағасы мен боламын, Рахайзат Дәурен болады, есімім осы ауыл. Осы Көмірші ауылының туып өскен ер азаматымыз. Ал сіздер енді жаңағы жерде қазып кетеміз деп жатсыздар. Ертең оның жанында мысалы 500-700 метр жерде баз бар, фазенда бар. Оның фазенданың малы кірсе, мал түсіп кетсе, онда қандай жағдай болады? Біріншіден. Екіншіден, сіздер енді бізден қазба жұмыс жүргізген жатсыздар. Жарайды, біз ауыл кездескен күнде де бізге енді ауылымызға балалар, жастар ойнағанға мына жерге бір спорт комплекске ыңғайлап берсеңіздер. Алдыңғы кезде бізге жаңағы не деп айтқан болған, осы Толағайдан келген жігіттер не салып береміз деп. Площадка, игровой площадка, мини футбол, соған салып береміз деген. Енді оны ауданның келісім шартымен
ол уже шешімі қабылданды, жеріне дейін барлығы бөлінді. Енді бізге осы жастар өсіп келе жатыр. Бізде жарайды олжысымыз өткен күнде де бізге мына жерге жастарымызға спорт комплекске салып берсеңіздер, сол жерге күресімізді жүргізсек, басқалай іс-шаралар бар. Спорттың түрлері көп қой. Сондай спорт түрлеріне ыңғайлап соны жүргізіп берсеңіздер қалай болады? Біздің енді барлығымыз ұйымдаса келіп, бір сөзбен соны түйіндап отырмыз. Ауылдың ер азаматтары бар, әріптестеріміз бар, жеңгелеріміз бар, барлығы сол балаларымыз осылай істесек деген келісімшартқа қалай отырамыз. Солай істесеңіздер, сіздерге біз жерімізді рұқсат етсек. Өйткені сіздер бәленбай миллион қаражат ол жерден не көріп отырсыздар, табыс көзін тауып отырсыздар. Жарайды енді бұл жерде оны есептемесек те бізге бір кішігірім сол спорт комплекс, барлық жерде спорт комплекс бар, именно осы Көміш ауылында жоқ. Соны жасап берсеңіздер. Ұсыныс ретінде. Жаңа бірінші сұрағыңа жауап берсеңіз болады? Жол мәселесі. Соның көйін енді мына жерде сіздер, мына өзімізде Союз тарағаннан кейінгі, осы міне 2-3 жыл болды, асфальтымызды көрдіңіздер, қандай болып жатқан. Өзіміз әрең жеткенде, сіздер ертең жаңағы не асфальт тасисыздар, тас тасисыздар, щебенка тасисыздар, жарайды кейінге асфальт алмады. Қайда Қазақстан түкпірінде тассаңыздар, осы асфальтпен жүрсіздер. Ол жолдың мәселесі қалай болады? Соны бізде ең үлкеніміз сол жол, егер көнсеңіздер, сол спорт комплексін салып берсеңіздер. Екі сұраққа жауап берсем бола ма? Жарайды. Қазу жұмыстарында жаңағы техника мал құлап кетпей ме деп айттыңыз ғой? Иә. Оны жаңа мен баяндаманың басында айтсам, сіз естімей қалдыңыз ғой. Ол қазу жұмыстары жүргізілмес бұрын, ол жердің жаңағы топырақтың жаңағы бетінде өсімдік қабатын күреп, жан-жақ қазатын жердің шетін борпен мынандай үлкен қылып үйіп қояды, өндіру жұмыстары. Кейін болғаннан кейін сол жерді қайтадан тегістеп кетеді. Ал жаңағы бұл не рұқсат ретінде алып жатыр бұл жерде. Бұл жерден алынған жаңағы пайдалы қазбаның барлығы жаңағы жолмен неге ғана кетеді. Жаңағы суару жүйесін жасағанға. Ал сатылмайды бұл. Жарайды, түсінікпен сатылмаса да бәрібір сол мемлекеттің несін бізде сол мемлекет жақтан жаңағындай жолымыз мәселесі. Екіншіден сол жерде фазенда бар. Мына ошының айналасында. Соның мал шаруашылығы бар. Одан кейін үшінші мына жерге бізге одан мемлекеттің қаражатына кірісін деп алып кетпесін бе? Иә. Көмек. Көміш ауылының тұрғыны Келген Тархан, осы ауылдың тумасымын. Енді айтып жатсыздар, бәрін түсіндік. Жаңағы қауіпсіздік жағдайын бәрін ескеріп отырсыздар. Бірақ енді бұл жерде халықтың атынан сөйлегім келіп отыр. Дәулет сразу әлгі беріп жатыр ғой, жерді. Дәулеттің жері емес, сіздердікі де емес, біздікі де емес, ол Алла тағаланың жері біріншіден. Тау деген. Онан кейін жаңа айтып кеттіңіздер, 300 бәленбай гектар дедіңіздер. 398 гектар. 4 гектар ғой. 4 гектар, ол 4 гектардың 4 гектар жерде олмай жер емес. 4 гектар жердің өзінде енді тас тауда белгілі ғой, әлем жерді алады ол. Онан кейін жаңа чаң тозаң бәрін айтып кеттіңіздер ғой. Халықтың бәрі айтып жатты. Бірінші жолды қалқандай ол жерде зилмен тасымайды, мысалы 3 тонналық, 6 тонналық. Ана соба шахмандармен тасиды, жолыңыз кетеді біріншіден. Екіншіден ол халықтың тыныштығы бұзылады бұл жерде. Сақырлағаннан басқа жерлерде естіледі ғой. Чаң тозаңы 1-2 күн себілсе, 1-2 күн себілмей қалуы мүмкін ғой, мысалы су. Ол ұшып келеді, чаң тозаңның ол бар. Содан халықтың бәрін айтысында енді бұл жерде группада өзіміздің әр жерде группа бар ғой. Ортаға салып жатыр. Жер неге беріледі біздің жер дейді да. Енді өзімді ойым халықтың атынан сөйлеп отырмын. Осылай айт деп жатыр көп үлкендерде. Келе алмай жатқан әркімнің жағдайы әрбір. Біреу қояда жүр, біреу тауда жүр, біреу қой бағып жүр деген сияқты келе алмай жатыр. Сонымен ол жер тау берілмесе деп жатыр. Барлық жерде тау бар, барлық жерде жер бар, барлық жерде тас бар. Сонда біздікі ерекше тас па деген сияқты. Сол жағын айтып жатыр. Енді Дәулет сразу алсаңыздар спорт комплексін салып берсеңіздер деп жатыр. Енді халықтың айтуынша дұрыс, енді бізде кіші ауыл болғаннан кейін жаңа той залымыз бар, басқа да дүниеміз бар. Әкімшіліктен, аудан әкімінен жаңағы мини футболдың алаңын салып беретін болды, площадканы, стадионда.
ендігі мәселе, егерде сондай жағдайға кетіп жатқан жағдайда, біздің ұсынысымыз осы мектептің базасынан, мектептің балансына кіретіндей қылып, кішігірім өзіміздің ауылымызға шақтап, спорт кешенін салып берсеңіздер деген ойымыз бар. Ауылдың басқалары бар, үлкендері бар, басқалары бар. Сол қыстың күні түн ұзақ спортпен шұғылданса, денсаулықтарын арттырса, енді оны басқа жақтан салғанмен, оған жылу жүйесі бар, басқалар жағдайлары бар, ол қиындау болады ғой. Өзін-өзі қаржыландыра алмай қалады. Осы мектептің балансына кіргізіп, сондай жағдай жасап берсеңіздер деген ұсынысымыз бар енді. Ал оған енді сіздер алдында рұқсат берді дедіңіздер жаңа сөзіміздің басында. Оған жиын ашылып, мен енді өзім болмады ол кезде. Халық болып келісті ма бәрі жаңа жерді беруге дейін да, тасқа, тауға қалай екен? Бәрі келіскен ба? Алдында осындай қоғамдық тыңдауды айтасыз ба? Иә, сол келіскен жағдайда берілді ма деймін да, халық. Қазір халық деген группада мен жекемене шығып жатыр. Жиналыста қатыссам осындай бермейміз негізі деп жатыр. Бұрын рұқсат берілген ғой, бірақ та ол жаңа қаржыландыру мәселесі болмағандықтан, оның рұқсаттың уақыты өтіп кетті да, ол қазу жұмыстарына бір-екі жылға ғана береді да. Содан кейін ол өтіп кеткеннен кейін біз қайтадан рұқсат алу үшін осындай қоғамдық тыңдау ұйымдастырып отыр. Әлі берілген жоқ рұқсат. Енді бұдан кейін де бұлай, бұл жиналыс тағы да ақылдасып, халықпен келісіп етіледі ғой. Көпшілік ортаға салынады ғой. Қазір осы аяғында дауыс береді. Берді азап. Біз Дәурен екеумізге кеше ғана шығдық, бір жігіттер Дәурен екеуің тауды сатып жүрсің ғой деп жатыр маған. Мысалы. Ол қалжыңға сүйесе де шындық қасиетіне шындық жатады ғой. Жоқ, ол ақпарат бересің бе? ертең айтады ғой тағы да. Мысалы сөйтіп бір әлет аяғы міне Асан аға, Күтен аға, Дәурен, Барқан, Жеңіс, сонген қыздар бар. Я келесің қол қойып беріп, сатып жеп, ал енді әнерді өздерін келіп, ертең бір мал бар көріп қалса да, ана малды шығарыңдар деген сияқты әңгіме бізге келеді. Иә. Сол жағынан тағы да жиналып ақылдасқа деген. Жоқ, осы ғой жиналыс, енді осы жиналыстың келмейді ме? Бір ай бұрын сендер сұрақтарың дұрыс қой. Біз бұдан 2 жыл бұрын өткізген кезде осындай тағы да чоқ болдық, анау болдық, мынау болдық, ол кезде ешкім ақылдасамады. Енді жиналысқа біз 1 ай бұрын шақырдық, хабарландыру білдік, алды күнде хабарландыру шарттарына жібердік. Ол біз енді кінә бұлардан да емес, өзімізден іздейік те, бәріміз келіп, мен алды күні кімге де, Дәуренге де айттым, чаттарыңа жіберіңдер де, бәрі келсін. Ол енді дұрыс айтасыңдар. Кейбіреу ертең әңгіме айтады. Сен екеуің бастықсың ба? Сен екеуің бүткіл көміршін шешесің ба деген әңгіме. Ол жиналысты, жиналыс. Енді оны сендер чатта отырасыңдар, бәрін чатта жаздық қой. Естідіңдер, хабарландырылды да естідіңдер. Енді бұйырды, енді өздеріңе мен алдың күні айттым. Өздерің ақылдасыңдар, шешіңдер. Енді екеуін ғана шешіп, күнерді қыздарды отыр, міне келіп отырғандарына рахмет. Енді оны мен де шешпеймін, бұлар да шешпейді, сендер тыңдау, қоғамдық кеңестің тыңдауы. Енді ол беру, бермеу өздерің құқығымызда, өзімізде. Экологияны бір құртады деп атсыңдар жаңағы. Енді ең маңыздысы республикалық маңызы бар жол. 74 километр. 30 жылдан жаңа айттым ғой, 30 жыл болды, міне жол әлі жоқ. Мынау келгеннен бері қарай қаншама километр келатыр? 74 километр. Енді бұл кісі жол келіп, ана тасталмай қалды деп, енді тағы да айтсақ тағы ұят болады. Енді ол мен де бәрін түсінемін, сендер де бәрін түсінесіңдер. Сен әкім болып, сен беріп тастадың деп маған айтпайды. Осындай келіп халықтың алдына келгенде бәрі келсе, ол телефонмен сөйлеспейді. Бұл жерге отырып, бәрі өз пікірін айту керек еді да. Ол қазір былтырда кім 1-2 жігіт не қылып, бізден ұландар мен кім біреу-екеуі келіп та бізде ұрысады, бізге бүйтеді дейді. Оны естіп отырған адам бұл жерге келіп айту керек еді да. Енді ол қарап отырсаң, бізге де ол өз мақсаттарына пайдаланбайды бұл жігіттер. Оның халықтың игілігі үшін жаңа жолға. Енді оны кеше жатармыз, тағы дауыс береміз. Дұрыс па жігіттер?
Иә, енді біз жаңағы сендердің ұсыныстарыңа байланысты кім жетісу Нұрлы жол. Нұрлы жол Мен жетті. Абилхай Бұқанов. Осы Үйге отырмын. саламатсыздар ма, құрметті ауылдар? Менің атым Абилхай Бұқанов. Осы Тегенмен Текесінің ортасындағы 74 шақырым орташа жөндеу жұмыстарын ұтып алған компанияның өкілі болып табыламын. Жоба жетекшісі атқарады. Қазіргі уақытта біз осы конкурсты ұтқалы толық Райымбек ауданында да, Кеген ауданында да толық барлық карьерларды, қандай жер барлығын, қандай жер, қандай тас, қандай материал бар жерлерін бәрін қарап шықты. Өкінішке орай, осы екі ауданда тас тапшылығы өте маңызды проблема болып тұр. Алдыңғы жылы осы Толағай 20-50 компаниясы өзіңіздің алдыңыздағы жанындағы карьердің разведкасын жасаған. Разведкасын жасағанда тастың сапасы біздің жол салуға келеді. Нақты айтқанда бізге жолға шамамен 200 мың тоннадай қиыршық тас керек болады. Оны өздеріңіз білесіздер, мұнда жақын жерде карьер болмағандықтан біз оны Алматыдан тастай алмаймыз. Өйткені сметалық құнынан әлдеқайда қымбат болады. Сондықтан осы алдыңғы жылы Толағай 20-50 компаниясы разрешениені оформить еткен, бірақ ақша бөлінбегендіктен жұмыстарға кіріспеген. Биылғы жылы сол разрешениені қайтадан созып жатыр. Биылғы жылы сол Толағай компаниясымен бірге сол тау-кен материалдарын алуға рұқсаттамаға бізді қосылып жатырмыз. Жаңағыдай айтып кеткендей, шамамен материалдарды бөлгенде Толағайға 60%, бізге 40% бөлінетін болады. Сол 40%-ы өндірілетін тастың біздің жол салуға қажетті барлық материалдарды ақтап шығады. Тағы бір мәселе, өзіңіз айтып өткендей, жолдан қалай тасисыңдар деген сияқты. Біз түсінеміз, ертең қиыршық тасты тасығанда 5 машина тасымайды, 10 машина тасымайды, 10, 15, 20 машинеге дейін қоятын боламыз. Сондықтан сіздердің жаңа салынған асфальттарыңызды бұзбау үшін мен өзі Райымбек ауданының акиматымен де келістіріп жатырмын. Қазір Сағылбек ағадан да сұрап жатырмын. Жолдың бойынан өзімізге тегіс жерлерден грейдермен тазалап жасайтын боламыз. Болото бар жерлерден, енді болотистый жерлер бар, бір шамамен 6 шақырымда солай. Ол жерлерді өзіміз тас толтырып, өзімізге жол жасайтын боламыз, жолдың шетінен, асфальттың үстімен емес. Бірақ өздеріңіз білесіздер, бұлай ауылға келе жатқанда 4 көпір бар. 4 көпірден біз өзімізге жеке көпір салып өте алмаймыз. Сондықтан өздеріңіздің рұқсаттарыңызды сұраймыз. Сол көпірлерді, тек көпірлердің жандарынан өзіміз мініп, көпірдің үстімен өтіп, қайтадан жай жолға түсіп кетеміз. Кейіннен хаттама толтыратын боламыз. Егер де болғанда, біздің самосвалдардан, машиналардан тас тасығаннан кейін асфальттың қабаты құртылатын болса, оны өзіміз компанияның атынан толық жасап беретін боламыз. Қазіргі уақытта біз осында Саржаздың ар жағында, Қабанды өзенінің бойында асфальтобетон зауыт қоятын жер. Уже акиматқа барып заявление жазып қойдық. 1-2 аптаның ішінде босатқымыз шығу керек. Сол жерге асфальтобетон зауыт қоятын боламыз. Сондықтан жаңағы өзіміз егер де бұзатын болсақ, ол жерді толық қайтадан салып беруімізді кепіл етеміз. Тағы бір жағдай, өздеріңіз айтып жатсыздар, қазір ауылға шаң келеді, ауылға дыбыстар естіледі, ауылға маза бермейді деген сияқты. Жалпы өзімнің тәжірибеме айтқанда, карьер ауылдан шамамен 3 шақырым жерде тұр. 3 шақырым жерден ауылға егер қатты жел болған жағдайда шаң келу мүмкін. Бірақ ол
80-90% ауылға даже жетпейді. Не дыбысы жетпейді, не шаңы жетпейді ол жерде. Бірақ та егер де біздің жаңағы өкіл биологымыз айтып кеткендей, шаң көтермеу үшін су шашу жұмыстарын міндетті түрде жүргізетін боламыз. Құрметті ауыл тұрғындары, сіздер түсіндірулеріңізді сұраймын. Біз мұнда келдік, тас дедік. Тастың мәселесі өте ауыр болып тұр бізге. Осы көміршінден өзінен тасығанның өзінде қаражат қазір толық санастырып қойдық. Компанияның яғни атап айтқанда, сіз жаңа өзіңіз айтқандай, осы карьерді қолдануымен компания өзіне пайда таппайды. Ол тек осы жолдың салуына ғана жұмсалатын болады, осы тастың толық қолдануы. Өзіңіз жаңа атап өткендей спорт кешен. Оны қазір мен сізге толық айта алмаймын, жауап бере алмаймын, келісеміз деп. Өйткені спорт кешенінің қандай болуы, бағасы қандай болуы, қандай тех задание болады спорт кешен салуға, оны согласовать ету барлық мемлекеттік органдармен бір ай уақыт алмайды. Ауылыңызға мүмкін спорт кешені емес, может спорт кешенінің шығыны үлкен болып кетсе, басқа да бір қандай жағдайлармен көмектесе аламыз, сол жақтан қарастыратын боламыз. Бірақ спорт кешені, мысалға сіз айтып спорт кешені деп отырсыз. Спорт кешенінің былайынан салғанда 200-300 миллион теңге ақша кетеді. Бізге ондай ақша жоқ, бір игровой зал, бір барсовый зал болса деген ғой, спорт кешені ол бізге бәрі жоқ, бұлай, жоқ, несін айтып жатыр, дегенде келіскен жағдайда. Бізге гендерлік саясат деген жұмыс бар. Келіскен жағдайда. Еркек отырғанда әйел сөйлемейді деген жақсы тарамыз. Енді мен осы ауылдың тұрғынымын. Атым қалай болады? Жалпы жер беруге біз қарсымыз. Берілмейді. Қараңыздаршы, біз былай сенбеймін. Жаңағы компания, ана компания деп жатса, ешқайсысы жаңағы біз жерді салып береміз, ана жерді құртылған бүтіндеп береміз. Бүтінделмейді ол жер. Сіздер құртсаңыздар да бүтінделмейді. Ол қанша қолхат жазылса да бүтінделмейді ол жер. Негізі маңызы бар жолды саламыз деп жатсыздар, маңызы бар жолды салып сонда біз қайда қаламыз? Біздің жолды құртасыздар. Сол жолды құртасыздар, оны салып берем деген. Сіз әр КамАЗдың алдында отырған жоқсыздар ба? Олар да жақсы жолмен тез жеткісі келеді. Ешкім отырған жоқ, ешкім кепіл бермейді оған. Мына жақтан жол ашамыз, ол бәрі айта береді, сөз береді. Біз мына жақтан бүйтеміз. Біздің аттың сыры өзіне мәлім дейді ғой, біз өз ауылымызды өзіміз жақсы білеміз. Бізде Құдайды құтты күні боран. Таңертең сағат уже 9-10-нан басталады боран. Тура сол аймақтан ұрады. Ол ауыл шаң болмайды деген кім кепіл береді? Жаңа спорт кешені деп отыр ғой, спорт кешенінде салмай ақ қойыңыздар біздің ауылға. Біреу табылады енді. Бізді аз ауыл деп мүмкін, мұндар ешқайда шыға алмайды, бұлар айта алмайды деп келіп отырған шығарсыздар. Мына тауды. Негізі бермейміз, қарсымыз. Ауыл болып қарсымыз. Спорт кешенінде салмай қойыңыздар, Құдайға қараған бір адам бар шығар, немесе өзіміздің де азаматтар бір 5-6 жылда салып береді. Өзіміз ауыл болып саламыз. Қарсымыз. Мен ауылдың атынан да айтып тұрмын. Бір топ жаңағы WhatsApp желісінде отырмыз ғой бәріміз. Сол жерден келе алмай қалғаны бар. Солардың атынан айтамыз, біз келіспейміз. Жақын ауылдардан шығады. Тау бізде ғана емес қой, Саржалдың бас жағында да бар. Осы жақын жаңағы жолдарымызға, немесе басқа да жерлер бар, сол жақтан алыңыздар. Біз бәленбай жылда әрең жеткен жолымызға, енді сіздер оған біз хаттама толтырамыз, ол хаттама бәр жерде толтырыла береді, айтыла береді. Сіздерге бізге уәде бере бересіздер, ол бәрі сондай ғой. Ол ертең салынып береді. Біз мына жерді бүйтіп айналып өте саламыздар, былай қарай түсіп кетеміз деген ол баланың әңгімесі ешкім өтпейді. КамАЗда келеді, менің де жақсы жолмен жүргім келеді, мен де тез жеткім келеді.
Жақсы құралайын. келіспейміз. Сіз мен тағы да қайталап өтейін. Орталық тұрғындар, қазіргі жағдайда біз жолды өзіміз үшін салып жатқан жоқпыз. Біз Лайымбек ауданының адамдары үшін және Кеген ауданының адамдары үшін салып жатырмыз. Сол ауданның мен айтып алайын, сосын сұрағыңызды қоясыз. Сіздер біле жатарсыз ба, мына жерде жалпы екі ауданда да өте көп тас шығатын жерлер бар. Бірақ та сараптаманың кезінде барлық басқа жерлерден алған тастардың нәтижесі сапасы төмен. Яғни біз ол жолды салғанның өзімен қиыршықтардың сапасы төмен болады. Яғни жолды салғаннан кейін 1-2 жылдан кейін мүмкін сынып кетуі мүмкін. Екінші мәселе, сіз жаңа айтып кетіп жатырсыз. Сіз тауды қазып кетесіз де, оны ештеме жаппай кетесіз деген сияқты. Негізінде рұқсаттаманы ең басты рұқсаттаманы беретін ол облыстың отдел управления предпринимательства деген управлениясы бар. Сол управлениедан біз рұқсаттама алғанда толық план горных работ дегенді береміз. Яғни қалай жұмысты бастаймыз, қалай жұмысты жалғастырамыз және қалай жұмысты аяқтаймыз. Қалай жұмысты аяқтағанның кезінде жаңағы айтып өткен сияқты рекультивация деген жұмыстары бар. Рекультивацияны жай сөзбен айтқанда карьердің орнын қайтадан жермен төсеп, шеттерін тегістеп, егер де ол жерде шөп өсетін болса, солай қалдыратын боламыз. Егер де шөп өспейтін болса, ол жерде озеленение деген сияқты жітняк шөбін себетін боламыз. Яғни, егер де біз ертең, мысалға, 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін карьердің материалын қолданып, карьерді жаппай кететін болсақ, департамент экологияның штрафтары бізге келетін болады. Департамент экологияның штрафтары 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион, 600 миллионға дейін жететін болады. Ол біздің мақсатымыз емес, ондай штрафтарға түсіп, біз оны карьердан материал алғаннан кейін, жұмысты аяқтағаннан кейін, карьердің бетін рекультивация жұмыстарын аяқтау және карьердің бетін жабу, ол біздің компанияның құзырында және толағай 20-50 компаниясының құзырында. Яғни өзіміздің интерестерімізде. Тағы да бір вопрос. Сіз айтып жатырсыз, қыста боран соғады деген сияқты. Қыста емес. Күн. Бізде қыста емес, бізде күн. Барлық сезон. Бізде сағат 11-де басталады, бізде барлық сезон. Мен түсінемін. Мен қазір сізге қандай сөз айтсам да сіз қарсы боласыз. Қандай аргумент айтсам да қарсы боласыз. Бірақ, құрметті ауыл тұрғындары, сіздер түсіну керексіздер. Бұл жол біз компаниямен келдік. Компанияның өзінің, мысалы, заказчик органның алдында өзіміздің қызметкерлерімізді аяқтауымыз керек. Бірақ та, егер де біз карьер мәселесін шеше алмасақ, тас мәселесін шеше алмасақ, бұл жолымыз 30 жыл салынған жоқ, тағы 30 жыл тұратын болады. Біз ертең жарайды, карьер бермейсіз, тас бермейсіз. Ертең біз жаңағы договорды бұзамыз да кетеміз. Ертең басқа компания келеді. Олар да қайтадан сіздердің ауылдарыңызға келеді. Басқа ешқай жерде, мына жерде карьерлар жоқ, екі ауданның өзінде. Біз 1 ай бойы геологтармен тау-тастың бәрін аралап жүрдік. Мына жердегі неге біз Толағай деп келіп жатырмыз? Өйткені Толағай компаниясына уже разрешение берілген, алдыңғы жылы берілген. Просто ол жұмыс бастамағандықтан, финансированиясы болмағандықтан разрешениясының срогы шығып кеткен. Қазір ол разрешениясының срогын ұзартып жатыр. Тағы бір мәселе. Сіз айтып жатырсыз, ар жақта тау бар, мына жақта тау бар. Барлық жақтың тауын қарап жатырмыз. Тағы бір жер бар, келетін. Тастың сапасы келетін. Бірақ та ол таудың, ол дәл жолдың бойында бірінші. Жолдың бойында ешкім оны жаруға рұқсат бермейді. Екіншіден, өздерің білесіздер, өзіңіздің табиғатыңыз бір жағынан керемет, бір жағынан шатқалдар өте тік орналасқан. Ол жерде ешқандай жаңағы тас алу, тас жару жұмыстары жүргізу мүмкін емес. Қазіргі уақытта осы сіздің ауылыңыздағы жанындағы жер бірден бір жер болып келді тас алатын. Басқа тас алатын жерлер жоқ, өкінішке орай. Жақсы енді, түсіндіріп жатсыз ба, түсіндіріп жұмыстарын. Біз енді ойланып отыр еді, түсіндік, көріп отырып бәрін. Бірақ енді халықтың атынан біз рұқсат бере алмаймыз, осы жерде 7-8 шеше алмаймыз. Ертең бізді халық түтіп жеп,
жер аударып жіберуі де мүмкін. Шын ба? сөйтеді Жер аударып жіберуі де мүмкін. Оны сіздер жаңағы халық келіскен жағдайда ұсыныс айттық қой. Сол ұсыныстарыңызды ойластырыңыздар. Ал біз халықпен ақылдасып, бәріміз бір шешімге Жоқ, ол дұрыс емес болады. Өйткені тағы да қайталап өтемін. Сіз спорт кешенін салып отырсыз. Спорт кешенін салуға определить ету үшін біз мысалға да берілген жағдайда иә қазір өшеді, видео қайттан қосылу керек. зумның уақыты бітіп қалды. Атым Рүстем Мұбараков, мына алдында мен қатысқан ғой 23-те. Сайлаубек ағасы. Ассалаумағалейкум. Мына алдында Толағайдың өкілдері келді осы жерге ауылға көміршіге. Айдын мен Ғани деген екі представитель болды. Проектировщикта да мен болдым Рүстем. Сол кезде мына спорт комплекс емес, игровой болады. игровой площадка сияқты мына қаланың микрорайонында деп келіскен. игровой салуы ол қарастырылған спорт комплекс, спорт кешені деген ол қазір қайттан қосылаймыз. Аха, хорошо. Оның бөлі енді қазір бір ауыз. спорт площадкасын аудан өзі салып береді. Бізге Кім? Жігіттер былай істейікші. Кеше бізде Саржыда сондай әңгіме болды ше. Біздікі сендерден үлкен көлемде жаңағы карьердің орнышы 10 гектар. Сонда елдің бәрі анау деді, мынау деді. Өкімет өз деген істейді. Ол халықтың 30 мың, 40 мың халық, екі ауданда 80 мың халық бар. Жолды жыладық қой. Жолды жыладық, жол жоқ дедік. Қазіргі 4 гектар тауға бермейміз деп тырысып отырсақ, ертең жол қайда деп. Баяғыда білесіңдер ғой, мына 4 километр жол қанша жыл жасалмай жатыр. Иә, тоқтай тұрыңдар енді, қазір айтып жатырмыз ғой. Сол жолды жасалмай, бәленбай жыл жылады. Енді ол жолды өздері гарантиясы бар. Мен ана жаңағы областной жолдың бастығы кім Ернатқа келді едім, ол ауырып қалдым. Аға, мен не қыламай қалдым. Ол жолды әркім өз жұмысын өзі бақылайды. Біз енді қазір Райымбек ауданының Кеген ауданына жол кеп тұрған кезде, ақшанды әрең тапқан кезде, былтыр күзде ұтып алдық, қайтып алып тастады, бірдеңе жоқ, ақша жоқ деп, енді қайтадан ұтып алып, ақша алған кезде, келіп, қазір компания келіп, мына жол жасайын дегенде, 4 гектар тауды, мысалы, ешкімнің құзырында жоқ. Оны өкімет алам десе алады. Экология қол қойып берсе, бітті біздің ешкімнің ештеңесі. Шаруа жоқ 49 жылға жер алады. Арендаға. Оны алады да басқа жерден аударып бере салады басқа жерге дейді. Ол тырысып отырғанмен ештеңе пайдасы жоқ. Бүткіл халық үшін мына инвестор келмей жатыр бізге. Енді жол болатын болса, мүмкін Қытай ашылатын шығар, келетін шығар. Сендер кішкене ойлансаңдар. Жарайды, бұлар да келіп, бұлардың да басшысы бар. Қазір ұсыныстарыңды айтыңдар, бізге мынандай керек, мынандай деп. Мүмкін екі компания ойланады да, біз сіздерге мынандай жақсылық жасап берейік дейді. Оны келесіңдер, сені сұрамайды, просто қазір келіп, енді халықтың атына мен де білем, түсінем. 4 гектарды қазір сенің дарқан біреуінің жері болса, алады да босақтың далатта лақтырып жіберіп, басқа жерден алып бере салады. Мына жол маңызды емес па бізге? Ол тем более Алматы облысының жолы емес, республиканский трасса. Оны бүткіл қазір облыс емес, республикада шешіп жатқан жол. Қазір жаңа айтып отыру, қазір ақшаны алады да, басқа біреуге бере салсын, соған отырайық, көмірші бермей қойды. 4 гектар жер бермей қойды деп. Енді кішкене ойланыңдар, ол анау шешеді, мынау шешеді. Ондай шешіп, телефонмен айтатын болса, осы жерге неғып келмейді. Енді менің өзім, енді түсінігім, сендерде мына бәленбай немен өттік қой, баяғыда көрдік қой, қара топырақты. Дұрыс қой кәрия. Бәленбай мен істегенім 18 жыл болды. Соның 14 жыл бойы жол деп бердік. Көміршінің жолы. 25 километр жер. Сол жолды әлін келтірдік қой.
Тем более республиканский жол қазір сен бәленбай түгенбай десең жасамай қойса, ақшаны бір жаққа лақтырып жіберсе, елден ұят емес па, кішкентай көмірші ауылы не бермей қойыпты, тас бермей қойыпты деп. түсінікті сайлауға Оны енді іске жасамайтынымыз Аға, сіз де біздің халықтың адамысыз ғой. Енді мен түсініп тұрмын, мен Сайлауға иә ол сіз де халықтың әкімісіз. Біздің сөзімізді бізге келіп айқайлаудан қажеті жоқ. жоқ, мен сендерге айқайлап тұрғам жоқ, түсіндіріп отырмын. Тыңда. Мен де тыңдап тұрмын. Сіз де біз тыңдаңыз. Енді біз халықтың атынан сөйлеп отырмыз. Біз де енді келесіздер да бізге айғайлап қорқытып үркітуді қажет. Жоқ, мен қорқытып үркітіп отырған жоқ. Тыңдайыншы. Сен кім? Отыршы, кішкене. Енді бұзылған жолды жасап береді. Оның областной жолдың адамы бар. Бермейін десеңдер, бермей-ақ қойыңдар. Ол мен просто мен сендерге айғайлаған жоқ. Мен сендерге түсіндіріп отырмын. Кеше бізде де қаншама айғай. Кеше 2 сағат отырдық. Жолға ше 2 сағат отырдық. Енді мен саған айғайлап отырған жоқ. Просто сен тыңдап отыр. Тыңдаңдар деп отырмын да. Егер не қылатын болса, бұл ақша кетсе, енді жарайды, бермей-ақ қойсын. Сендер бермей-ақ қойыңдар. Ол мен қарсы емес, мен де сол жолмен ертең осы жолмен жүрем, көміршеге келем. Просто түсініңдер деп отырмын. Түсінік, кішкене, түсінік болу керек қой. Енді мен сендерге қалай айтам? Қазір мен барам. Мысалшы, маған ештеңенің керегі жоқ. Bu yerде жазу тұр. Халықты голосовать етеміз соңында. Біз мыналар тыңдайық, Толағайды тыңдайық. Соңмен ол кісілер не айтады? Одан кейін бір шешімге келейік ауылдың атынан. Енді округ менікі. Мен сендер берсең де бересіз, бермей қойсаңдар да болады. Бізде ана карьерді бермейді деді, кешеші. Бәленбай гектар жерді бермейміз деді. Қазір ертең күні құртады деді. Ол енді содан кейін ана кімдер айтты. Ана бәленбай жыл баяғыда карьер білесіз ғой, карьер болып тұрды ғой. Сонда қаншама тас алды, мына осы жолдың бәрін сол жасалды. Енді қазір орны жоқ қой, ештеңе бәрі тас үйіліп жатыр. Шоңқыр жоқ. Енді мен просто бұл кісілерді емес, мен халық үшін, аудан үшін жаным ашып жатыр. Республиканский трасса жасалса, ар жағынан Қытай десе, Қытайдың жолы ашылады деп жатыр енді. Жол жақсы болса, енді сіздер ойлайды, сіздер ештеңені не қылмайсыздар ғой. Біз деген, мысалы, инвестор тапты дейді. Мұны Арасанға бір адам келіп жатқан жоқ қой, жол жаман деп. Арасанға бір жолымыз жоқ қой. Енді соны айтам ғой, соны мұсыр енді. Адамның өз ниетіне. Қыстай келеді да. Сіздер оны айтпай-ақ қояйын. Ана көміршің мен сажардың арасындағы жолды айтшы. Қандай мұсыр тастап кетеді. Енді соны осы жерде қоғамдық жұмыскерлер жинайды. Памперс тастап кетеді. Дархан өзің білесің ғой, қанша кез айтты. Енді өздерінің нелері. Ол ешкімді заставить ете алмаймыз. Сіз айғайлама демес. Мен просто жаным ашып отырған қазір ақшаны алып кететін болса, 7-8 миллиард ақшаны қайтып басқа жаққа аударып жіберсе, мына сіздер түсініңіздер, Жүргенбай депутат елдің, ана ненің, парламенттің. Сол кісі жүгіріп жатыр ғой, өздеріңізді тыңдап жатсыздар ғой. Сол кісі жүгіріп жатыр, енді мына келгенмен Нарқолдың жолын жасап, осы ақшаны бөлдіріп жатқан сол кісілер. Сіздер кішкене түсініңіздер деп отырмын. Сұрақ қойуға болады ма? Мына жерде жаңа артында келген адамдар да түсінбей тұр. Өзім де түсінбей тұрмын. Бұл жаңағы халық игілігі үшін деп жатсыздар, иә? Оған қосыламыз енді. Республикалық жол деп жатсыздар. Дұрыс ол. Бірақ енді ол бәленбай жаңағы ақша бөлінетін болғаннан кейін ауылға қандай жақсылығымен келе жатыр. Вот соны айтып отырмын ғой. Бізге сол сұрақ өте маңызды. Иә, өте маңызды болып отыр. Қазір біз мына жаңа кім Дархан айтты, Дәурен айтты, бізге спорт кешені салып берсе деп. Енді біз қазір міне кімді Нұрлы жолды тыңдадық қой. Иә? Енді тоқтай тұр, бір кім. Енді Торағай тыңдайық. Содан кейін өзіміз келсейік. Бақыр келді ғой сен? Енді біз тыңдап алайық та, соң кейін шешейік та орта. Министр, ең аты айтатын дегеніміз,
енді бұл алыстан емес, мына осы районнан, Чаргода ауылының негізі осыны тұтынмасын. Сол Талғар компаниясы жұмыс істеймін, сол компанияның мүшесімін. Жаңағыдай айтқанда, жаңа жол деп жатсыздар. Бұл жолдың несі жоқ, жасалады. Толғайдың өзім неше жыл істеп жатырмын. Шымкент, Қазақстан, бүткіл жерде істеп жатырмын. Талдықорған, мысалы, бүткіл тура осылай община беріп, тура осылай істеп, жауап кетіп отырмыз барлық жерде. Жаңыз бояп қасамыз ғой, карьера алған қалай жерде. Жоқ, жол жайында түсініп тұр. Иә. Ауылға деп жаңа айтып жатыр ғой, ауылға деп айтып жатыр ғой. Жаңағы спорт комплекстер тұр. Ол мысалы білеміз осы бүткіл Нарынқол ауданы, әр ауыл жастары, жігіттері ақша жинап өзіміз. Білесіздер ғой, әр жылдар. Мысалы әр жылдар 300 мыңнан жақсылап ауылға өзіміз сабақ, оның өзіне 32 миллион ақша кетті. Оны мен білемін жақсы. Өзім соның басында мүшесі болғанмын, сол ауылдың қалада тұрсам да сол жұмыс істеп жүрмін. Оны да біз мына кісіні шешпейді, мен де шешпейміз, оны барып біздің де бастықтарымыз бар, барып ақылдасамыз, айтамыз. Мен не бар екен, былтырғы берген нелеріңізді уже өкімет жасап жатыр екен. Осындай сұрап отыр, бұл 32 миллион ақша емес, оңай ақша емес қой. Бізде оған өкімет тексереді бізде. 32 миллион байқа жіберді. Біз оны сапердерді айтып қойдық, оларға айтып өкіметтің ақылдасап, солай істесек дегендей. Күту керек, несі жоқ, зияны жоқ. Қазір айтқышыл ғой өзіміздің. Кейін жаңағы айтқандай шетелде біреуге алып кетсе, бұны басқа бар ғой, алып кетеді, сатып кетеді, біреуге кеткенше өзімізге пайдаланайық осыны. Сол саттарыңыз беріңіздер, артық несі жоқ. Жоқ, бұл бір ғана кездесу емес. Иә, бұл сөйлесі бар. Бұл енді бұл кісілер келеді. Содан кейін жаңағы өзіміз тағылып отырамыз. Міне мынандай бізге келісім берді, мұнша ақша бөлді деп. Содан кейін міне Жетісу отыр, Толағай отыр. Сонымен мұнша ақша, екі жақ келіседі, мұнша ақшадан шығып Көміш ауылына бір жақсы бірдеңе сап берсек дейді. Былтыр алдыңғы жылы неғанда мини стадион деп еді, оны өзіміз жүгіріп өзіміз жасаттық. Енді тағы да мен әлі күні бәріне айттық, өздерінің араларында келісіңдер. Енді ауыл үшін, әрине бәріміз ауыл үшін намыс не отырмыз ғой, ауылға бір жақсылық жасап кетсе деп отырмыз ғой. Сол ғой, бір жақсылық істесе, оны ұрыспай, керіспей, сіз маған бүйтпей деп. Ол менің де ақшам емес, бұның да ақшам емес. Өкіметтің ақшасы. Өкіметтің ақшасы болғаннан кейін артында адам тұрады. Қазір бүгін ертеңгі күні жол жасалып жатса, бұл кісілердің артынан мына карьер экология деген қай уақытта болса да үстінен мына кісілер жасалмады, мына нені жасалып, условияны біздің требование жасалмады десең, ертең бұл кісілерге штрафты өлдірді. Оны деген сіз бүйте салып, сіз бізді қорғамай жассыз. Мен қорғайын. Мен бүткіл Қазақстан Райымбек ауданы мен Кеген ауданындағы біздің жол өтіп кетті. Сіздер жетісіне бір рез барсаң, мен 5 рез барам. Байпақтың жолын салды ғой, бүйтіп айландырыпшы. Қазір Чалкөдеден баратты, Байпақтың жолымен текесті қосылып кетеді, жақсы жолмен. Біз мінерде үшілпіш Кегеннен бері қарай 30 километр жолды көріңіздер ғой, бүйтіп тұр қазір. Бір нәрсені кішкене өзіміз үшін ойлау керек та, жақсылар өмір сүру үшін, болашақ бала-шағаның өмірін ойлау керек. Қазір кім жақсы машина мінгісі келмейді, бәрі мінгісі келеді, жол жақсы болса ұрады да жүреді. Ол келіп ап, тау біздікі тау. Тау әрбірден өкіметтікі, қазақтікі де бүткіл Қазақстанның экологиясы қазір міне рұқсат беріп лицензия алса, сіздің сыртыңыздан лицензия алып кеп, мәңіз мені лицензия. Шаруа қожалықтың жері менікі деп жүресің, баратта госактісін шығарып кеп, менікі босат десе, босатасыңдар ғой жігіттер. Дұрыс па? Сол сияқты ғой, сіздер ойламаңыздар. Мен бұларға жақ басқаға емес, мен тек қана республиканский жол жасаса, кәдімгідей жақсы Қытайдан жол ашылып, не қылатын болса, ашылып қалса, халықтың тұрмысы көтеріледі ғой. Мына халық бізде 38 миллионның қазір қанша мың халықтың, 38 мың халықтың қазір біздің ауданда қанша халық қалды дейсіңдер? 22 мың халық. Мен Саржаздың өзіне санап отырмын, қазір биыл қанша семей көшеді? 20-дан астам семей кетеді. Сонда тұрақтанбай жатса, біз қайтеміз енді? Жолымыз жоқ болса, басқа бірдеңеміз жоқ болса, мынандай жол жасалса, Қытай ашылса, қайтып келеді ғой жігіттер.
кішкене ойланайық. Ол сендердікі де талап дұрыс, бірдеңе сап берсе, тауды алса, 4 гектар жер алса, бірдеңе салып берсе, ауылда міне жалтырап тұрса, міне Хакімханамда ана ескі құрып тұрған клубты бұздық қой. Ештеңе жоқ, мен өзім рұқсат ауданның әкіміне келіп, міне мынаны бұзайық, мынаны салайық деп болды деп. Енді жарқырап тұр. Күннен күнге өсіп келе жатырмыз ғой. Бірақ жігіттің өзі салып берсе. Бірақ жігіттің өзі салып берсе. Енді мына кісілер салып беруге. Енді солай ғой, енді бір нәрсені ойластырайық. Бір 10-да 10 сап берсе, дақыр қалай болып ойлайсың? 10-да 10, 15-де 12-де 10. Ал сонда қанша гектар жер? 3-те 1 Ол бұрынғы жерден тексеріп жатқанда сол кезде. Иә, солай ғой. Енді ол 12-де 10 сап берсе, өзің спорт зал сияқты ше. Ол да бізге енді өзіңе пайда ғой, әркім жас балаларға. Мына мектепке, енді мына жазып тұр, мектепке шамамыз жетпеді ғой. 500 бірдеңеше миллионды алды да кетті. Соған шамамыз жетті ма? Мен просто күйгеннен айтып тұрмын. Қанша жерге бардық? 5 миллион ғана штраф салдық, ал енді не істедің деп. Енді өздерің шешіңдер енді. Просто мен ойымдағын айтып отырмын. Сондықтан бүйтейік жігіттер, ақылдасып, әлгі келсе пішкен тон келте болмас дейді. Ақылдасыңдар, өздерің айтыңдар. Мен де әне күнде айттық қой, өздерің шешіп жатқан шығарсыңдар. Жоқ, шешкенде ол үйірде халықтың бәрі қарсы шығып отыр. Шындығын айтқанда, мына группада қазір жекеге 99 адам жазып жатыр. Жер берілмесін деп жазып жатыр. Енді оларға көпшілікке халыққа қарсы шыға алмаймыз ғой, біз айландырған осы жерде 3-4 күннен 5-6 жігіт шеше алмаймыз. Енді біз соны айтып отырмыз, шеше алмаймыз деп. Сіздер де ұсынысымызда жоспарлап көріңіздер, ойланып, бізде халықпен бір жүйеге келейік, бір шешімге келейік. Қазір енді бәленбай айтып жатқаннан кейін біз олардың аттап кетіп, ой, міне рұқсат бердік деп бере алмаймыз. Былтырғы сөйтпей, алдыңғы жылы сөйткенбіз. Соны енді сіздерге енді қазір момент осы жерде қол қойып, бәрін сақсақ кетіп кететін жұмыс жоқ қой. Сіздер де ойланыңыздар, бізде халықты бір жүйеге келтірейік, сіздердің айтқан сәлемдеріңізді жеткізейік, халыққа түсіндірейік, шамамыз келгенше. Содан кейін бір жүйеге келеді ғой, шешім дейтін түйін жоқ. Берілмесе, бірақ халық бір жауабын айтады, берілмейді, бірақ енді қазір облыс тыңдап отыр. Облыста тыңдап отыр, басқа да тыңдап отыр. Енді бұл кісілердің несі, мына жетісудың, нұрлы жол 7 ұтып алғалы 2 ай өтті. Әрі жоқ, сандалып жүр. Дұрыс па? Ертең тағы да сандалады. Көрдің ба? Ертең тағы сандалады. Былтыр алдыңғы жылы жасаған кезде жолды біз көрсеттік қой бітті. Турана Кегеннің суы бар ғой. Кеген суына дейін барады да, Кеген көпірінен өтеді да, Қырқамен тура ана Сартай бар ғой. Соға дейін шығады. Сол жолды жасайды. Тек қана бірақ көпірден өтеді жаңағы. Кеген суына. Кім болды? Бұл алдыңғы жылы Дәулет сен болдың ғой? Жоқ, мен болған жоқпын. Кім болды тағы? Ана Кеген суы бар ғой. Кеген көпірінен өтеді да, содан арғы шығады да, Қырқамен Сартайға дейін шығады. Біз жолды ана ортадан өткізбейміз. Жоқ, Сайрауға ол дұрыс қой, сіздің де ойыңыз дұрыс та. Стешке жақпен Сұнтасында, мысалы, тегісі бұл жерде Сұнтақында. Ол жолмен жүрген жоқ қой, сояқпен айналатын жолды, не сояқпен жүргенде де камаздарға несіне айтыпты, Сартай жүргенде. Олар алды да, прямой жүрді. Не тасыған кезде? Құм тасып тұрған. Ол құмды бұлар тасыған жоқ қой, ол құмды деген. Ол бар қойшы, сол енді оны қозғамай қояр. Құмды сол тасыған кезде сол кезде ұстап алып, айтсаңдар, милицияға берсеңдер, сол кезде не қылатын еді? Оны шығып айтып етіп тоқтамады олар. Нөмірін жазып алмады? Жоқ, нөмірін жазған жоқ, соңғы шықты да 2 машина болып жігіттер шындығын айтқан біз енді қашанға дейін келісесіңдер. Бізге, сендерге кім? Қанат, бізге 2 күн, 3 күннің ішінде сендерге беру керек шығар,
мына жиналыстыққа сіздер қарсы десеңіздер бір айдан кейін ғана қойылады. Бұл сразу қойылмайды. Бір ай бұрын жаңағы айтсам бола ма? Енді айтып отырмыз, енді халықтан ата сөйтеміз, келісімдер ертең Сіздерде жоқ, бересіздер ме? Айтыңыздар сойларыңыз береміз ба, бермейміз ба, бір ауыздан айтыңыздар енді. Шеше алмаймыз ғой. Шеше алмаймыз ғой. Жоқ, жиналмаса халық айтпайды. Иә. Құрметті ауыл тұрғындары, сіз жаңа өз сөзіңізде айтып кеттіңіз. Мектеп міне қалды аяқталмай дейді. Ертең біздің жолдың жасалғаны айналып өтеміз деп тұр. Осыған жолды жасап бермесіне кім кепіл береді? Бұл кісіге ешкім кепіл бермейді ғой бұл кісілерге. құрметті ауыл тұрғындары, Тура осы мектеп сияқты тағы да қаламыз. Суымыз өтеді. тыңдауыңызды сұраймын. Сіздердікі, иә, мүмкін айтып жатқаныңыз дұрыс шығар. Мүмкін сіздерді басқа жақтан сөз беріп, ешкім ешқандай уәделерін орындамаған шығар. Мұнда бізде мынау жол тек сіздің ауылыңыз үшін емес, екі район үшін емес, мұнда толық республикадан, облыстан бүкіл вопростарды көтеріп жатыр. Мынау жолдың шынымен салынбағанына 30 жыл болғанына біз кінәлі емеспіз. Бірақ қазір біз келгелі бүкіл кінәнің бәрін біздің мойнымызға артып жатыр. Неге әлі бастамай жатсыңдар, неге мені бастамай жатсыңдар? Мынау жиналыс болатын жайлы объявление бір ай бұрын берілген. Егер ауылдың басқа тұрғындары оны естімесе, біздің кінәміз жоқ. Біз тағы қазір бір ай шешім қабылдасақ, тағы бір ай тосатын жағдайымыз жоқ. Біздің уже жан-жақтан басшылар, акимат, местный халық жолды жабамыз дейді, ананы істейміз дейді, мынаны істейміз дейді, көтерілеміз дейді. Біз мына жерге өзіміздің интересін, өзіміздің жолымызды салуға келген жоқпыз. Біз мына келгенмен Райымбек ауданының адамдары үшін жол салуға келіп жатырмыз. Бірақ шынымен бізде мәселе таспен. Біз егер бізге Саржаздың жанында тау болса, біз Саржаздың жанында база салайын деп жатырмыз. 3, 4, 5, 10 шақырымға сол жерде қоя салмаймыз ба? Мына жерден 20 шақырым жер тасып, базаға дейін 25-30 шақырым жер болады бізге. Біз мына жерден тығырыққа келіп тас таппағандықтан сізге келіп сізден сұрап отырмыз. Ал шынымен сіз айтып отырсыз, ауылдан анау келген жоқ, мынау келген жоқ. Бұлай шеше алмаймыз, бұлай шеше алмаймыз. Бұл объявление бергелі бір ай болды. Объявление телевидениеға береді, халықтың ортасында распространить етеді, сосын газетаға по-моему шығарады. Оның барлығы бар сізде. Иә, айтыңыз. Мен нәрселердің атынан сөйлейін деп сіз бүкіліңіз, сіз айтып отырсыз, басқа адамдар жоқ, біз солардың атынан қарсымыз деген. Сіздерге бүгін шешім керек болып тұр ма? Бүгін керек болып тұр шешіме. Сағат 6-ға дейін айтыңыздар, группаға сағат 6-ға дейін тоссын, 6-да осы жерге, тура осы жерге жиналайық та, айтсын халық, шақырыңыздар, группаға шығыңыздар, айтыңыздар. Егер келмей қалса, көреміз там. Сосын тағы да мен бір нәрсе айтайын. Құрметті ауыл тұрғындары, біз жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестік, яғни ТО, яғни жеке мемлекет, жеке организациямыз біз. Біз мемлекет емеспіз. Біз мысалға кейбір ауылдың жағдайын жақсарту үшін кішігірім суммаларды мүмкін бөлеміз, бөлуге тырысамыз, даже қарастырамыз, бірақ та біз үкімет емеспіз. Біз міндетті емеспіз. Онда ешқандай міндеттеме жоқ. Олай айтпаңыз. Біз қазіргі уақытта қарастырамыз. Осыншама суммадан, мысалы, екі компаниядан шығарып, ауылға қандай да бір көмегімізді тигізуге. Бірақ ол ешқандай міндеттемелер де жоқ. Біріншіден. Екіншіден, ескере отырыңыз, біз өкімет емеспіз. Ертең 20, 30, 50, 60, 100 миллионға дейін біз ондай қаражатты шығара алмаймыз. Өйткені біз жеке компаниямыз. Біз де Нұрлы жол сияқты, сол жағы сияқты толағай. Қазіргі уақытта сіздің ойлап отырғандарыңыз, біз келіп, мына жерде ақша тауып, жолды бітіреміз бе, бітірмейміз бе, қандай да білмеймін, сондай сияқты ойлап отқан шығарсыздар. Бірақ біз Нұрлы жол мына жерде келіп, екі ауданның қаншама деген мыңдаған халыққа қаншама жыл салынбаған жолын салуға қазір кірісейін деп жатырмыз. Ал толағай, өздеріңіз білетіндей, тоже бір өзекті мәселе өздерінің аудандарыңыздағы. Ирригационный система дейді, жаңағы полив системалары, қаншама жерлеріңіз бар, қаншама егістіктер бар, қаншама мал шаруашылықтар бар. Соған дейін су өткізуге, су тартуға тоже олар өздерінің үлестерін қосады. Сол жақтарын тоже ескеріңіздер. Мен сіздерді единственное сұрайтыным, шынымен Садовой ғана дұрыс айтып отыр. Мына жерде ауылдың жанынан 4 гектар жер деген мүмкін біреуге көп шығар, мүмкін біреуге аз шығар. Бірақ қазіргі уақытта бізге және толағайға сол 4 гектар жерден басқа тас алатын жер жоқ. Егер де сіздер рұқсат берем десеңіздер, бермеймін десеңіздер,
басқа тас алатын жер жоқ, басқа жақтан әкеле алмайды тасты. Сіз айтып отырсыздар, жолды қиратады деген сияқты. Мен айтып отырмын, ол информацияны жолдың шетінен өзіміз жол тартып, тек мосттардың жанында ғана жолға шығып, өзіміз өтіп көреміз. Ол жағдайда бізге шамамен 25 шақырым болады базамызға дейін тасты жеткізу. Егер де біз тағы да бір жол бар, арғы шатқалдың арғы жағынан айналып әкеледі. Ол Ақтастан шамамен 60-65 шақырымға дейін барады. Ол жағын тоже түсінуге сұраймын сіздерді. Айдаламен жол жоқ жермен жүргенше осы жермен жүреміз. Жолдың шетінен объездной временный жол саламыз. Өзіңіз айтып тұрсыз жаңа самосвалдардың шопыры былай жүреді. Ол біздің жауапкершілік. Өзіміздің самосвалдарды асфальтқа шығармаймыз. Тек жаңағы су өзіміз жүре алмайтын жерде, сол жерде жүріп өтетін боламыз. Егер де мысалға сіз айтып тұрсыз, жолды қиратасыздар, қандай кепіл бересіздер, кепіл бермейсіздер, сондай сияқты әңгіме айтып жатырсыздар. Ол мәселені мен керек болса емес, керек. Осы аудандық округта көтерем, Райымбек ауданының әкімшілігінде көтерем. Оны біз жолды қолданғаннан кейін өзіміз жасап кетеміз. Қанша жолды қиратамыз, сонша жолды жасап кетеміз. Қиратамыз дегенде сіз ойлап қалмаңыздар, біз қазір 10 километр жолды, 15 километр жолды қиратамыз деп. Мен қаншама келіп жүрмін ғой, уже көріп жүрмін. Ары кетсе, каждый мостта бір 50-60-70 метрге дейін ғана кіреді. Басқа жерлерге кірмейді самосвалдар. Соны түсінуге тырысыңыздар. Бұл жол. Ертең біз бұл жолды өзімізбен алып кетпейміз. Біз жол саламыз, кетеміз, ала жасап кетеміз. Басқа жаққа, басқа проекттарға, басқа жобаларға барамыз. Жол өздеріңізге қалады, өздеріңіздің ұрпақтарыңызға қалады. Ертең қай жаққа қатынасаңыздар, сол өзіңізге пайдасы тиеді. Мына жерде сіз 4 гектар жерді бермеймін деген сияқты талқыға салып жатырсыз. Ол нақты айтқанда қазіргі общественное слушание не үшін керек? Біз осы жерде осындай карьера алайын деп жатырмыз, тас алайын деп жатырмыз. Осындай ұсыныстарымыз бар деген сияқты айтып жатырмыз. Нақты айта келгенде рұқсаттаманы беретін мемлекеттік органдар. Біз сіздерді аттап өте алмаймыз. Сіздердің алдарыңызға келіп, сіздерге осыншама осындай объемға тас аламыз деген сияқты соны түсіндіріп жатырмыз ғой. Соны дұрыс түсініңіздер сіздер. Біз әрбір ТО, ол да біреудің бизнесі. Мен да біреудің жұмыскерімін. Мен да біреудің қалтасына кіріп, қазір осыншама ақша бөліп ауылға салып беремін деген сияқты айта алмаймын. Бірақ та біз өзіміздің шамамыз келгенше қарастырып, ақылдасып, бір шешімге в любом случае келуге тырысатын боламыз. Өйткені ол біздің интересімізді. Егер біз жол салмаймыз деп кететін болсақ, алдыңғы жылы мұнда келді компания, карьерларды қарады, ешқандай рұқсаттарын берген жоқ. Компания өзінің договорын бұзды да кетті. Бір жыл бойы қайттан тұр жол. Біз мұны келдік, қазіргі уақытта көбісі сұрақ көтеріп жатыр. Қашан жұмыс бастайсыздар, қашан асфальт бастайсыздар? Біз егер тасымыз болмаса, карьеріміз болмаса, жеріміз болмаса, қалай жұмыс бастаймыз? Сол жағын қарастырыңыздар, дұрыс жағынан ойлаңыздар ол жағын. Барлығы сіз, мысалы, қазір ауылда бір шаруа жүрміз ғой, қайда барсам да местный жителдер требовать етеді, үйт, сал. Егер бізде өзіміздің ешқандай тас алатын мүмкіндік болмаса, біз қалай саламыз жолды? Егер база қоятын жеріміз болса, қалай саламыз жолды? Сол жағын тоже дұрыс қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қайталай бергеннен не жоқ. Айтқанына келіссеңіздер, бір сағат, бір жарым сағатта қосайық, әрине. Қайталай бергеннен. Сөйтейік, саған тапсырайық. бір сағат кім? Сіздер де ақылдасып көріңіздер, жаңағы осындай ұсыныс болды. Сіздердің ұсыныс тиімді болса, халық соған қарай көнер ғой, тез көнер. Мысалы, жолға бөлінген ақша. Сағат 6-да кіреміз бе? Жоқ, кешіріңіз, сіздер деген кішігірім жаңа айтып отыр ғой, қарастырып көрейік. жол өшіп тұр ма? Мысалы, бізде мынандай болған, енді 2-3 проект істедім ғой, өскемен айыбы жақта бір жерде бір кішкентай үйді сатып алып, жолдың немесі кішкентай үйді сатып алып, қанша 1 миллиондай болмас сатып алып, ішіне кішкентай алмандай 6-да кіреміз бе онда? Балаға сондай жасап келгенбіз мысалы. Ауыл халқына деп. Бірақ енді бірінші мен мынандай қарсылықты
Мауritанияда жол салса сіздерге бәрі келеді ғой. Жоқ, Бірінші рет болғанда бізде тоқтай тұрыңыз, мына қараңызшы. Бізде мына көмірші ауылына бізге уәдені үйіп төгіп береді. Міне тұрған саржас. Біз округ дейді ғой. Бізді бөліп тастайды да бізге ана мынау ешқандай жақсылық жасалмайды екен да, енді бірдеме керек кезде бізге келеді екен. Жоқ, мына мектептің өзі тендер. Жоқ, жалпы деймін да, жалпы. Ол жоғары жақтың бәрінен сондай ғой. Ауыз үрлеген әлгі суға ауыз үйден үрлеп ішеді дейді. Үрлеп ішеді дейді. Сол сияқты, иә, кешіріңіздер. Просто біздің мына мектебімізде 86 жыл салынды бұл мектеп, иә. Содан кейін осыдан 3 жыл бұрын ремонтқа кірді. Ойбай деді, мына соғыс түскенде бәрін талқандады да, ендігі қазір жасап кеткен дүниесі міне. Мыналар ма? Күнде жаңбыр жауса күнде су өтеді. Сондай жағдай қайталанбасын, ауылға бір керекті тиімді нәрсе салынсын деген ұсыныс. Сіздердің жолдарыңызда да жауапты адамдар бар. Біз мысалы мынандай ғой, мынаны мысалы қалай істеп кеткенін білмеймін. Біз мысалы жолды качествосымен өткізгенде және үкіметке сол кезде бізге ақша береді, түсініксіз ба? Сол кезде біз мысалы жолда тапсырамыз ғой, сол кезде бізге ақша береді. Біз ақшаны алып қашып кетіп, олай бізде ондай не істей алмаймыз. Енді бізден қашып кеткендер соны кейін айтамыз да біз қашып кеттік. Иә, біз келсін айтсын соны кейін. Жол салынса, бәрі салынса. Өзіміздің жолымыз бар. Дауыс бергенде адамдардың барлығы кесімде жатыр. Состоявшийся болса тіпті жақсы. Негізі иә. Таңдамада жоқ, голосование деген. Халық келіп просто олардың жаңағы требованияларын жаңағы қашықтықтары болсын, бәрін протоколда атап жасайды. Оны уже шешім қабылдайды, экспертиза келді. Сонда жиналыс өтті деп санайық. Қазір алыптан қайттан қосыламыз. Өзіміз үшін мына жерде. Хорошо, иә, өздеріңіз шын бір жиналыс болу керек. Хорошо, сол кезде қосайын ба? Назарыңызға рахмет. Жақсы. Сол кезде қосам онда ерсе. Маған жас қайттан қосамыз көбі видео бәрі істейміз. Қос. Олар түсінбе спорт комплекс қандай емес, екі этажды там вилла сияқты. Жаңағы